Достар, сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге екіншіге жасалатын ыстық тағам рагу рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бұл тағам өте дәмді болып шығады және де жасалу жолы өте оңай. Менің видеомды соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең бірінші біз табамызға күнбағыс майын құямыз. Күнбағыс майымыз ысығаннан кейін үстіне етімізді салатын боламыз. Мен етті алдын ала турап алдым. Етті өте үлкен қылмаймыз және де өте кішкентай қылмаймыз. Кубик, яғни кішкентай төртбұрыш қылдырып турауымыз керек. Осыдан туралған етімізді табамызға салып, қуырылғанға дейін жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін қақпағын жауып, орташа отта етімізді шамамен 25-30 минуттай пісіріп аламыз. Етіміз піскеннен кейін тағы да бір рет араластырып аламыз. Одан кейін біз үстіне қалған қоспаларымызды, яғни көкөністерімізді салатын боламыз. Бізде етіміз жақсылап пісіп қалды. Үстіне біз сарымсақ және де пиязды саламыз. Мен бұл көкөністердің барлығын алдын ала турап алдым. Жақсылап араластырамыз. Одан кейін үстіне дәміне қарай тұз және де қара бұрыш саламыз. Егер сіздерге ұнаса, дәмдеуіштерде қоссаңыздар болады. Одан кейін үстіне сәбізімізді саламыз, болгар бұрышын саламыз, қызанақ саламыз және де баялдыны салатын боламыз. Барлық көкөністердің барлығын мен алдын ала турап дайындап алдым. Барлығының формасы кішкентай төртбұрыш, яғни кубиктардес қылып турап алған болатынмын. Осылардың барлығын жақсылап араластырамыз. Одан кейін біз қақпағын жауып, орташа отта шамамен 10 минуттай пісіріп аламыз. 10 минут уақытымыз өткеннен кейін үстіне біз суымызды құямыз. Өте қатты көп су құйып керек емес. Одан кейін үстіне картопымызды саламыз. Картопты да мен алдын ала осылай төртбұрыш қылып кубиктап турап алдым. Осының барлығын қазір бір рет араластырамыз. Толықтай араластырып болғаннан кейін мен қазір қақпағын жауып, орташа отта шамамен 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Картопымыз бізде ұсақ болып туралғандықтан бізде картоп тез піседі. Сол 10-15 минутымыз бізде жеткілікті. Біздің тағамымыз дайын болды. Енді қазір ыдысымызға салып, дастарханға ұсына берсек болады. Тамақ өте дәмді болып шығады. Сіздерге ұнайтынына 100% сенімдімін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.